Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Анар Елемесқызы. Менің арнама қош келдіңіздер. Достар, бүгін мен сіздерге татар халқының эчпочмак деп аталатын самсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны толық көру үшін соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ал ендеше кірісеміз. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді, тұз және қантымызды салып, шаңышқымен немесе осылай венчикпен бір араластырып аламыз. Кейін үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды салып, бір араластырып, үстіне бір ас қасық ашытқымызды салып, шамамен 10-15 минутқа демалдырып қоямыз. Кейін үстінде жылы жұмыртқамызды салып, бір араластырып, осылай ұн салып, шаңышқымен немесе венчикпен бір араластырып аламыз. Қамыр елемес бұрын барлығы бір келкі болып араластырып алғанымыз жақсы болады. Кейін үстіне тағы да ұнымызды салып, қолымызбен жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Рецепттің толық барлық қажеттілігін төменге описаниеға жазып кететін боламын. Сол жерден көре аласыздар. Ал ендеше осы қамырымызды бетін майлап, пищевой пленкамен жауып, үстін жылы матамен жауып, жылы жерге шамамен 1-1,5 сағатқа көтерілгенше қоямыз. Енді начинкамыз салмасын дайындаймыз. Фаршымыздың үстіне жуамызды, асқабақ, картопымызды салып, үстіне тұз және бұрышымызды салып, араластырып қоямыз. Енді менің қамырым әп-әдемі болып көтерілді. Қазір жасалу жолына кірісетін боламыз. Бір қайтарып алсаңыздар да болады. Қамырды жасамас бұрын қолыңызды бір майлап алыңыздар. Сонда қолыңыз қамырға жабыспайтын болады. Және столдың үстінде бір майлап немесе ұн сеуіп жіберсеңіздер де болады. Алдымен қамырымызды осылай бөліп, кішкентай дөңгелектерге бөліп, олардан осындай шариктерді жасап қоямыз. Рет-ретімен жасағанда алдыңғы қамырларымыз демалып тұра береді. Оқтаумен көмегімен осылай дөңгелек етіп жайып аламыз. Қатты қалың немесе жұқа қылып жібермеңіздер. Салмасын саламыз. Салмасы өзіңіздің қалауыңызша. Тауықтың етін қоссаңыздар да болады. Ендеше осылай 3 бұрыштап 3 шетін жақсылап қысатын боламыз. Буып, ортасын ашық қалдырсаңыздар да болады, немесе жауып тастасаңыздар да болады. Кейін мына 3 шетін піскен кезде ашылып кетпес үшін сырттан төмен қарай, ішке қарай қайыратын боламыз. Бұл яғни қазір біз пешке салған кезде ашылып кетпес үшін, ішіндегі суы ағып кетпес үшін осылай жақсылап қысып буатын боламыз. Қазір сізге тағы да екінші рет көрсететін боламын. Достар, менің видеом ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса төменге жазып кетсеңіздер болады. Және де колокольчик батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Алда уақытта көптеген пайдалы рецепттер салатын боламын. Міне осылай самсаларымызды бетін жұмыртқаның сарысын жағып, және өз қалауынша макпен немесе кунжутпен әсемдесеңіз болады. 180 градус қызып тұрған пеште шамамен 30-25 минутта пісіріп аласыздар. Міне менің самсаларым пісті. Өте жұмсақ қыздар. Дәмі енді сөз жоқ. Бұл самсаның бір ерекшелігі қатпарлы самсаға қарағанда, бұда өзінің ішіндегі суы, майы ішінде өзі сақтап қалады, сыртқа ағып кетпейді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған мен Анар Елемесқызы. Астарыңыз дәм болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.